Сәлем достар, сіздермен бірге қуаттаймыз студенттік тележобасы және де оның жүргізушісі мен Аяжан Алмахамбет. Бүгін біздің қонақта шет тілдер және іскерлік карьера университетінің 3-ші курс студенті, университет мақтанышысы ММБ Мұратов Мадияр Болатұлы. Вау, сәлем барлығына, жобаларыңызға қош келдік. Қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі біздің сұхбатымызға дайынсыз ба? Так, қазір күте тұрыңдар. Дайын. Дайын болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Сізге қойғым келіп отқан ең алғашқы сұрағым, Мадияр деген ол кім? Мадияр деген ол бренд. Мадияр деген ол звезда. Мадияр деген ол хит. Қалжың барлығы. Мадияр деген жай қарапайым пенде, не дейміз басқа? Қазіргі Мадияр мен универге жаңадан келгендегі Мадиярдың айырмашылығы бар ма? Яғни салыстыра аласыз ба? Яғни салыстыра алам. Біріншіден ол, қалай айтсам болады, алғашқы келген кезде мен біріншіден бойдақ болдым, қазір үйленген Мадиярмын. Содан кейін қатты айырмашылық жоқ, сол баяғы мақсатына ұмтылған бала. Жарыңызды осы университеттен таптыңыз, яғни өз бақытыңызды. Өз бақытымды, бағымды, ағымды. Жақсы, қуаныштымыз. Штыку сіз үшін? Штыку мен үшін. Штыку мен үшін жалпы ол біріншіден білім ордасы, екіншіден әділ білім ордасы. Бұл сөздің мағынасы тереңде жатыр. Әділ демек. Яғни астын сызып өтсіз. Астын сызам, әділ ешқандай өйткені ақша алмайды, ешкім не істемейді, тек қана біліммен дәлел ететін білім ордасы. Және Түркия, Қазақстан арасындағы көпір, ол кәдімгі көпір, Қазақстан, Түркия, мост былайша айтқанда, бірталай ұлт өкілдері оқиды, неше түрлі қазақ, орыс, түрік, Әзербайжан, сондай. Штыку мен үшін ол жүрегімде, жүрек. Яғни бұл жерде ештеңені ақшамен шеше алмайсыз. Барлығын таза біліммен дейді. Енді, әрине ол ақша ешқандай шеше алмайсың. Ақшан, енді ешкім ештеңе алмайды бұл жақта. Қанша тырыссаңыз да, өйткені бұл сондай мекеме. Жемқорлыққа жол жоқ. Ал журналистика жолына өзіңіз қалай келдіңіз? Енді журналистика жолына мен келе жаттым түзу. Абай келе жаттым. Оңға бұрып, солға бұрып, деген соң. Енді қалай келгенде мен өзім театр актерін бітіргем, жалпы муздрама театр актері. Менің негізгі колледждағы мамандығым. Содан кейін мен ойландым. Ё-мое, мен колледж бітірдім. Академияға түскім келмеді. Сөздің ашығы, сосын ойландым, қай жаққа түссем болады, қандай мамандықтар бар деп. Физика, юрист, экономика ештеңе түсінбеймін. Жоқ, мамандық көп, мен бірақ түсінбеймін оларды. Өйткені кішкентай кезде мектеп кезден қызықпадым. Содан кейін журналистика мамандығы өзіме жақын болды. Біріншіден ол сөйлеу өзіме өте жақын, сөйлегенді қатты ұнатам, сөйлеуде мені қатты ұнатады. Содан кейін осы мамандық таңдадым. Ал бұл мамандықта ең бірінші миссия қандай деп ойлайсыз? Ең бірінші талап қоя аласыз? Талап, ең бірінші миссия невыполнима дейсің да. Ең бірінші талап, енді қалай айтсам, ізденіс. Әрдайым ізденіс. Әрдайым ізденіс және объективті көзқарас. Сіз үшін ақша маңызды ма, әлде абырой маңызды бола ма? Енді ақша ол дүние ғой. Карьера жолында. Ақша ол жай дүние, ақшаң көп болса жақсы деп. Енді қиын бұл жақ, енді карьера дегенде ең басты отбасы деп ойлаймын, ең басты маңыздысы негізі отбасы. Ал өзіңізге жұмысқа келгенде ең бірінші қояр талабыңыз қандай? Немесе өзге адамдарға? Өзге адамдарға ең бірінші шынайылық. Жек көрем өтірік алдағанды. Өзім өтірік алдамағандықтан шынайылық. Маған жұмысқа мысалы сіз келсеңіз, сондай талап қоятын. Ең бірінші шынайы болыңыз, әділ болыңыз, шешім шығаратын кезде және ізденімпаз болыңыз, еңбекқор болыңыз. Содан кейін не десем болады? Сол дәл осы қасиеттер сізді... Жағымпаз адамдарды ұнатпайсыз. Демек, жағымпаздық ол алысқа апармайды да, бір сізбен андай. Адамдар көп қазір андай. Қалайсыздар, жақсы, сыртыңнан басқа әңгіме айтатын адамдар өте көп. Түрге бүйтіп қарайды да, на самом деле андай. Деген түр да, енді ондай көп қазір. Ол үшін жалпы ортада выживание дейді ғой, кейбір кезде керек зат. Ол да керек. Жағымпаз болма деп айтпаймын, оның да шегі болады. Қатты жағымпаздана берсең, тоже адамға ұнамайды ғой ол да. Бірақ оны қолданатын жерлері болады. Қазіргі қоғамда сонда жағымпаз адамдардың көп болуы неліктен деп ойлайсыз жалпы? Енді жағымпаз адамдардың көп болуы, білмеймін енді. Адамдардың өздеріне байланысты деп ойлаймын. Адамдар майдаланып баратыр, шыны керек.
майдан бойлар емес енді түсініп отырсыз ғой, майдаланып бара жатыр. Қазір ар намысты ұмытып, қалай айтсам болады, сондай бір төмен дәрежеге түсіп жатыр көбісі. Өзіңіздің өмірлік ұстанымыңыз бар ма? Яғни мен мынандай адам боламын деген сияқты. Енді қазіргі ұстанымым қазіргі жасымда, өмірлік деп айтпаймын, қазіргі жасымда ұстаным ертең 30-ға келгенде өкініп қалмау керек. Неге мен соны 20 жасымда, 22-25 жасымда мен неге істемедім деп, немесе 40 жасқа келгенде өкінбеу керек. Қазір мен істей алатын заттар, мен ертең 40 жасымда жасасам ұят болып қалуы мүмкін, ерсі көрінуі мүмкін. Яғни энергия толып тұрған кезде жасап тастау керек барлығын. Енді жас кезде. Энергия демекші, ол энергия деген жалпы терең ғой, оның ұғымы да. Энергия негізі менің ойымша таусылмайды деп ойлаймын. Ең басты энергияны қайдан алатынды білу керек. Ең басты қайдан? Жаңа энергетика дейді, адамның энергетикасы бар. Мысалы, адаммен сөйлесіп отқан кезде мен сізге қалайсың деп сөйлесіп отырмын да. Бірақ андай сіз бір мен сізбен былай, жақсы, деп жауап берсем, менен жаман негативный энергия шығады. Ол энергия сізге де жұғатын болады. Сондықтан деп отырсам, сіз де дейсіз да мысалы. Түсінікті. Жалпы шабытты қайдан аласыз? Енді шабытты қайдан алғанда? Өмірге деген шабытты, жұмысқа деген шабытты. Адамда бір құштарлық болады ғой. Енді адамда болса болады шығар, менде де. Бар енді, ол отбасымнан алатын шығармын. Өйткені отбасы маған шабыт береді. Өйткені мен әке-шешемді шетелге апарғым келеді, сонымен шабыттандырады. 200 мысалы Land Cruiser көлігін мінгізгім келеді. Айына кем дегенде 5 миллион ақша тапқым келеді. Мысалы, ақшада емес, бақыт, бірақ ақша көп болған жақсы ба, мен бағана айтып өттім ғой. Сондай заттар шабыттандырады, отбасы шабыттандырады. Жеткілікті өмір сүрген барлығын ұнайды негізі. Негізінде барлығын. Ал мына сұраққа қалай қарайсыз? Егер қандай бір тарихи тұлғадан сұхбат алар едіңіз? Бұрынғылардан да енді Бауыржан Момышұлыдан алатын едім, өйткені ол кісі менің кумирім, жалпы ер жігіттің символы десем де болады. Ол кісінің жеке жазбалары бар, монологы бар, қазір YouTube желісінде бар ғой. Сол кісінің дауысы қандай рух берген дейді, кезінде нөмір 1 дұшпан дейді, не емес, Сталин емес, номер 1 дұшпан, ол кім болған ғой? Дауыс жағынан келсек, внимание, внимание, говорит Москва деген кісі бар ғой. Кім еді? Есімі сіз білетін шығарсыз, журналистсіз ба? Жоқ, мен білмейді екен ол. Сол кісі бар жалпы. Сол кісінің дауысы рух берген дейді адамдарға. Солдаттар жаңағы жаудан шаршап келеді ғой, енді өліп шаршап келген кезде жаңа кісі тұрып внимание даусымен салып сөйлеген кезде ана солдаттар өздерінің шаршағанын ұмытып қайттан жауға шыға берген ғой. Жүрекке берілген дауыс па, жүрекке жеткен, яғни рухты оята білетін. Рухты оята білетін дауыс. Бауыржан Момышұлда, Бәукеңде де сондай дауыс болған ғой, білетін жандар. Соны білетін шығар. Сол кісі менің кумирім. Адамзаттың, жалпы адам баласының қай қасиетін қатты бағалайсыз? Адам баласының ба, ақкөңілдік қасиеті. Енді жалғыз бағалайтын бір қасиет болмайды енді. Бәріміз пендеміз, біреу жақсы болса, екінші жаман болады. Бұл ештеңе емес енді. Мінсіз адам жоқ. Мінсіз адам жоқ. Бірақ мен мінсізмін. Бірақ енді ең қатты бағалайтын бағаны айттым ғой, шындық, әділдік. Өзіңіздің бойыңызда өзіңізге ұнамайтын 3 әдетіңіз бар ма? Ол көп. Енді қалай енді, жалқаулық, бәрінде бар, жалқаулық өзіме ұнамайтын. Болды ғой, 3 қасиет дейтін. Жалқаумын, мен басқа қасиет жоқ. Сосын сын көтере алмаймын. Қалай көтере алмаймын? Сын айта білетін адам бар. Шеттегі бір адам сын айтса көтере алмаймын. Яғни ол жолдан өткен адам сізге сын айтса, оны қабылдай аласыз. Ол жолдан қалай өткен адам, жақсы, егер мықты болса, өзінің мамандығында маман болса, бір мықты кісі болса, сын айта алатын адам болса, қабылдаймын. Кез келген адамның сынын қабылдай бермейсіз. Енді сізге бір уборщица қызым сен дұрыс жүргізбейсің десе, сіз де көтермейсіз ғой, мысалы біртүрлі боласың, сол сияқты ғой. Бүгінгі күннің батырын кім деп есептейсіз? Бүгінгі күннің батыры, мен кого батырды айтсам, ДВК деп сотта жүрмейсіздер ма? Енді бүгінгі күннің батыры мен үшін Ардақ Назаров. Ардақ Назаров сізге несімен ұнайды? Енді ол кісі тоқыған кісі, біздің ел үшін, жер үшін жаңағы кезінде бой без правилға қатысқан, еліміздің абыройы деп, қазір жастарға тәрбиелі бір саналы бір әңгімелерін айтады, өзінің бастан өткен оқиғаларын айтады, бір әңгімесімен еліктіреді өзін. Тура жолға бағыттаушы, енді бағдаршам десек те болады, тура жолға бағыттаушы.
Сұрақтарым аяқталды. Енді сізбен ойын ойнасақ қалай қарайсыз жалпы? Ойын жақсы қараймын. Бізде ойын таймыз. Ойынның шартын айта кетейін. Сіз қазір телефоныңызды аласыз, контактыңызға кіресіз де, мен 10-ға дейін санаймын. Яғни дырылдату арқылы 10 дегенде мен стоп деймін. Кімге түседі, сол адамға хабарласыз. Және де менің қолымдағы сөздер арқылы әңгіме өрбітесіз. Жақсы, келістік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп. Досыма звондап отырмын, көрейік, ала ма, алмай ма. Алло, да, брат? Алло, ассалаумалейкум еще раз, брат. Ассалаумалейкум, брат. Қалайсың, боссың ба, бауырым? Я қазір, брат, қалжыр жүрген жұмыстарым. Брат, мен тез бір әңгіме бар еді. Брат, Қандай? скотч деген немене? Скотч деген? Қалай? Скотч деген немене? Скотч? Аха. Скотч деген английский виски. Виски ма? Аха. Скотч деген вискидің бір түрі ғой. Аха. Түсінікті. Тоқта, Ерхан, Ау? тағы 2-3 не бар еді? Ана, бір бриллиант алайын деген ғой, Ақмаралға ше. Аха. Соны білмейсің ба? Сататын таныстары бар ма? Бірден сататын. Аха. Жоқ. Скорее всего, неден дұрыс болады. Алатаудан базарға. Аха, неше? Сен диплом алдың ба универдің? Жоқ, әлі алған жоқ. Карамель жеп едім, тісім ауырып отыр, соған қуып отырмын да. Карамель жеп, тісім вообще қуып бір зарядка керек еді, соткасы қалада жүрсең, әкеп тастайын ба деген ғой. Кімді? Қалада зарядка керек еді деймін да, қалада жүрсең, айфонға зарядка. Онға жоқ қаны. Сен трактор айдайтын таныстарың бар ма? Жері бар еді, жыртып тастайтын. Мен жыртып өтсің Сосын жалғастыра берші, мен бір жобада отыр едім, сояқтан сұрақ қойып отырмын саған. Жатақханаға келіп жатсай тезірек. Қойшы. Че за жолда, мен если радиода тұрмайын, болғауыз. Жарайды, брат, рахмет. Басқа ақа, давай, брат. Бүгінгі берген сұхбатыңыз үшін рахмет. Және де жалпы журналистика жолына келе жатқан жастарға, студенттерге өзіңіз бір мотивация бере аласыз ба? Яғни өз сөздеріңізбен қуаттандыра аласыз ба? Енді өз сөздерімен журналистика жолындағы жандарға айтарым, өздеріңе байланысты. Бәрі өздеріңе байланысты. Бастаңдар, істеңдер, жоба бастаңдар, YouTube дамытыңдар, өздерің дамытыңдар. Тек өзін дамыту деп ойлаймын журналист. Яғни бәрі өз қолыңда. Дәл солай. Бүгінгі біздің сұхбатымызды тамашалағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.